Барлықтарыңызға сәлем, арнамызға қош келдіңіздер. Тарихты білмегендер адалдық жолымен жүре алмайды. Жамандыққа жақсылықпен жауап бер. Бұл пайғамбарымыздың өнегесі. Құдайдан қорыққан ынсапшыл келеді. Жарым ақыл жарлылар өзгелерді иландыру үшін әулиелердің термен ақылдарын теріс пайдаланады. Парықсыздар өздері жақсы жаманның не екенін білмей жатып, мәнсіз біреулерді жер-көкке сыйғызбай мақтайды. Нақақ жалаға қол қойған қазы, имандар өздері шығарған үкімдердің астында қалады. Не болса да сабыр қыл. Махаббат дәмін татпаған, жар сүйіп қызығын көрмеген, үйін ойлап дүние таппаған, ойсыз қамсыз шайтандыққа бой алдырғаннан иман қашады. Ғайбат айтып әркімдерді тілдеу надандық. Көзі жанып тұрмағанның ғашық болдым дегені бекер. Кісі малын қымқырып аразғандар оңбайды. Жамандық ойлама, қиын да болса түзу жолмен жүр. Арыңды сақта, болсаң да малға кедей. Мал-мүлік жидым деп мәз болма, жан кеткенде кетеді. Тақуа болма, тентек болма, ғашық бол. Құштарлықсыз жаратқанды да тани алмайсың. Заман азар уағында патша айналар залымға. Әділ сөйлеп адал жүр. Жамағаттың жақсыға құрметі жоқ, кішілердің үлкенге ізеті жоқ, патшалардың әділдік міндеті жоқ. Бұл не деген заман болды, достар? Халықтан мейірім кетті, момынға телі тентек тақымы өтті, тал түсте талапайда ақым кетті. Бұл не деген заман болды, достар? Нәпсіне ерген адам адасады, енді жатса да, тұрса да, оның жолдасы шайтан болады. Үлкен кіші адамнан иба кетті, қыз бозбала жастардан әдеп кетті, мінез құлық бұзатын әдет жетті. Бұл не деген заман болды, достар? Ынтасыздың күні қараң. Кекірейген кердеңдерден қаш. Бізбен болғандарыңызға рахмет, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.